Ассаламағалейкум, құрметті қазақ елі, ардақты ағайындар. Біз енді Қазақстан Халқы Ассамблеясының белсенді мүшелері болып табылатын мен Шипковский Геннадий және де Максим Рожин бауырымыз екеуміз. Ассаламалейкум. Арнайы мынау кеше ғана осы болған инцидентке байланысты, яғни Мұхарапов Рамиль мырзаға арнайы бір осындай бір үндеу жасағымыз келіп отыр. Өзіміз осы екеуміздің атынан, сонымен қатар белсенді Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері атынан. Жалпы айтатын дүние, бұл айтатын Рамиль мырзаға бұл дұрыс емес. Біріншіден, еліміздің басты мемлекеттік тілі болып табылатын бұл қазақ тілі. Және де жалпы әрбір сырттан келіп жатқан азамат пен азаматша болсын, біріншіден елге келген кезде біздің еліміздің тілін сыйлауға міндетті. Бұл басты парыз болып табылу керек. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл істеген іс өте дұрыс емес. Және де егер де сізге біреу қазақ тіліне жауап беріп жатса, бұл мәдениетсіздікке ешқалай да жатпайды. Өйткені біздің бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес ресми түрде мемлекеттік тіл болып табылатын бұл қазақ тілі. Солай емес пе, Максим? Иә, енді бұл жерде көп нәрсе айтуға болады, бірақ мен бір нәрсеге ғана тоқталып кетейін. Мемлекеттік тіл арасында, жалпы айналасында бізде мәселе көп әрине, бірақ біз өзіміз ел азаматы ретінде осы мәселелерді жоққа шығарып, осы уақытта жұмыс жасауымыз керек. Рамиль, вот мы со вчерашнего дня были свидетелями вот такой ситуации, да. На самом деле мы не считаем, что говорить на казахском или отвечать кому-то на казахском это признак бескультурия, потому что это конституционное право каждого, и каждый здесь имеет это право говорить на том языке, на котором он хочет. Это работает во все стороны одинаково. Если вы приезжаете в Америку, вы, наверное, не обижаетесь на то, что все вам говорят на английском. Или во Францию, если все говорят на французском. Ну, логика такая же. И поэтому французов и американцев назвать бескультурными в этом плане, наверное, будет сложно. Но нас вы назвали. Поэтому я считаю, что вам лучше нужно обратить внимание на то, как ваш бизнес ориентирован на граждан Казахстана. Граждане Казахстана до этого момента с терпением относились к тому, что в компании Чока на казахском очень мало информации. Вчера я выложил пост, вас стегнул, но пока ответа никакого не было. Надеюсь, что ответ будет в виде казахскоязычных страниц вашего бизнеса. Это же ориентация на клиента, я считаю, это правильно, это репутация. В конце концов, бизнес ваш, он оказывает услуги в Казахстане. И мне кажется, было бы законно, если бы он оказывал одинаковые услуги как русскоязычным, так и казахскоязычным гражданам. Это законное требование. Поэтому я считаю, что в этом плане не нужно рождать какие-то мнения, манипуляции или какие-то догадки в плане того, что у нас есть какое-то там притеснение. У нас притеснение чаще всего казахскоязычных граждан. Вот ваш кейс — это очень хороший пример. Поэтому мы, Гена Шиповских, мы сейчас едем в дорогу, решили просто такое послание отправить видео ребятам, всем нашим гражданам. Нашим гражданам тоже хотелось бы сказать: қазақ тілінде шығатын ақпараттың барлығына мұқият қарайық. Біздің елде, мемлекеттік тілде қызмет түрі көбею керек. Біз азаматтар, және сапалы түрде. Біз азаматтар осы ретте жұмыс жасауымыз керек, достар. Жалпы Қадыр Мырзалы ағамыз айтқандай, өзге тілдің бәрін бір, бірақ өз тіліңді құрмет дейді қазақта. Және де бір қазақтың тағы да бір жақсы сөзі бар: ана сүті бойды өсірсе, ана тілі ойды өсіреді дейді қазақта. Сондықтан да біздің ана тіліміз бұл қазақ тілі. Бүгінгі таңдағы барлық қазақстандықтардың басты тілі бұл қазақ тілі. Және де сырттан келіп жатқан осындай Рамиль секілді азаматтар, осындай бір басқа да бір ертең келіп жатқан шетелдік азаматтар осыны білуге тиіс, құрметті азамат пен азаматшалар. Біздің тіліміз бұл қазақ тілі, және де бұл біздің басты байлығымыз, басты құндылығымыз, басты біздің қасиетіміз. Барлық қазақстандықтардың және де барлық қазақстандықтарды бұл біріктіретін осындай үлкен ұлы күш болып табылады. Өйткені бұл қазақ тілі. Сау саламат болайық ағайындар, ауырмай. Аман болыңыздар. Қазақша сөйлегенім үшін 12 жасымда буллингке ұшыраған қостанай қызымын. Қазақша сөйлегенімді ұнатпайтын орыс кемпірі полиция шақырады. Бұл оқиға менің есімде мәңгі бақи сақталып қалды. Кеше Рамиль Мұхарапов қазақша сөйлеуді мәдениетсіздік, біртүрлі қылық, национализм деп бағалап жатыр.
Ол өзінің шынайы позициясын білдіріп қойды. Халық бойкот жариялады, Чоколайф мобильді қосымшасын өшіріп жатыр. Бүгін өзі кешірім сұрап та үлгерді. Бірақ бұл аздық етеді. Айтылған сөз, атылған оқ. Заңға сәйкес көпшілік алдында біреудің қадір қасиетін түсіру бұл қылмыстық іс. Ол адам 200 айлық мөлшерде айыппұл төлейді, не 180 сағаттық қоғамдық жұмысқа тартылады. Бірақ мен бұл әрекетті ұлт араздықты қоздыру деп те бағалай аламын. Себебі Мұхаровтың сөзінен кейін неше түрлі жағдай орын алуы ықтимал еді. Бойкот жариялау бұл бергі шеті ғана. Сондықтан да құзырлы органдар бұл істі жіті бақылауға алғаны дұрыс.